Климат өзгерісі саланың сан түріне салмақ салғаны мәлім. Бұл орайда азық-түлік қауіпсіздігін сақтау, сондай-ақ жаһандық жылынуға бейімделу сынды мәселелер бар. Бұл тығырықтан шығар шешімдер қандай? Ол жөнінде азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі Ислам ұйымының бас директоры Берік Сақпайұлымен сұхбаттасамыз. Берік мырза, арнамыздың мобильді студиясына қош келдіңіз. Жалпы климат өзгерісі тікелей су ресурстарының сарқылуына әкеп соғады. Бұл жалпы азық-түлік қауіпсіздігі үшін маңызды дабыл. Осы орайда Ислам ұйымы аясында ауыл шаруашылық өнімдерін ұлғайту мен суды тиімді пайдалану жағы қалай реттеледі? Жалпы бұл бағытта трансшекаралық су мәселелерін шешудің дипломатикалық тетіктері қарастырылған ба? Ең алдымен студияларыңызға шақырып, осындай сұхбатқа шақырғандарың үшін шынайы алғысымды білдіремін. Әрине бүгін өтіп жатқанына регионалдық экологиялық саммит өте өзекті және уақытылы шақырылып жатқан іс-шара деп білеміз. Және бұл іс-шараға бізді шақырып, осындай мүмкіндік берген Қазақстан үкіметіне, Қазақстан тарапына алғысымызды айтамыз. Енді су тапшылығы әрине климаттың өзгеруімен тікелей байланысты. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің сөзінде айтып кетті. Бүгінгі таңда су ресурстары мәселесі ол ұлттық емес, өңірлік, жаһандық мәселеге айналды. Және бұл мәселелерді осы су ресурсына байланысты соның тапшылығынан туындаған мәселе шешуге жаһандық ынтымақтастық қажет екенін баса айтты. Сонымен қатар осы саммиттің ашылуында сөйлеген мемлекет басшылары, басқа делегациялар, мысалы Орталық Азия елінде су ресурстары соңғы жылдар 30%-ға азайғанын атап өтті. Болашақта ол 50%-ға дейін азаяды деген болжам бар. Бұл дегеніміз болашақта осы су ресурстарын тиімді пайдалану, оларды Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай әділ пайдалану бірінші кезекке шығады. Енді біздің ұйымға келсек, біздің ұйым енді осы азық-түлік мәселелерімен айналысады, ислам елдері аясында. Енді өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығы мына тұщы судың 90%-ға дейін біздің Орталық Азия регионында 90%-ға дейін пайдаланады. Бұл деген өте үлкен көлем. Енді ол су азайып жатқаннан кейін әрине оны қалай тиімді пайдаланамыз? Қандай жаңа технологиялар керек бізге? Оларға сол адамдарды, мамандарды қалай дайындаймыз? Бұл салада мемлекеттердің арасында саясат қалай үйлестіру керек? Міне бұл мәселелермен біз айналысамыз. Мысалы, Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігімен бірлесіп, біз осы саладағы мамандардың біліктілігін арттыру шараларын ұйымдастырдық. Қазақ мамандарын біз Түркияға апарып, солардың осы саладағы озық тәжірибелерімен таныстырдық. Енді Ислам даму банкімен бірге осы Қазақстандағы су ресурстарын цифрлы басқаруды жетілдіру жөнінде жобаны жүзеге асырмақпыз. Сондықтан да бұл салада біздің ынтымақтастығымыз жақсы. Болашақта бұл жұмысымыздың ауқымын кеңейтеміз әрине. Орталық Азияның басқа елдері де бұл салада жұмысқа бірлескен ынтымақтастыққа тартылатын болады. Сонымен қатар біздің ұйымымыз Африкадағы азық-түлік қауіпсіздігі бастамасының орындаушы ұйым тарап болып табылады. Соның аясында біз Африка елдеріне де осы қалай су ресурстарын үнемдейді, қалай тиімді пайдаланады, сол бағытта да біз жұмыстарды атқарып жатырмыз. Жаңа атап өттіңіз цифрландыру бойынша. Осы жөнінде қандай нақты бастамалар жүзеге асырылып жатыр, сол жөнінде толығырақ айтып берсеңіз? Енді су ресурстарын цифрландыруға ауыстырған кезде бұл жерде мысалы исламның әлемінде, Түркия сияқты елдерде бұл жұмыс жақсы жолға қойылған. Олардың тиісті технологиялары бар, тиісті платформалары бар. Сол платформалар, сол тәжірибені алып кеп, осы біздің елге, Қазақстанға ендіру жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, сонымен қатар, мысалы Түркиядағы осы цифрлық басқаруды құжаттандыру тәжірибесінде алып кеп, осында сол үлгіде ендіріп жатырмыз. Ендіру бағытында жұмысты бірлесіп атқарып жатырмыз. Жалпы Астанада өтіп жатқан осы экологиялық өңірлік саммит
бірінші ауқымды жоба, бірінші рет өткізіліп отыр. Жалпы енді бұл саммиттің Қазақстанда өтуі, бұл жерде тек қана Қазақстанның ғана емес, Орталық Азия, жалпы жаһандық күн тәртібінде тұрған мәселелер талқыланады. Жалпы өзіңіз қалай баға бересіз осы саммит аясында? Бұл саммит бүгінгі қатысушылар деңгейінен ақ көрініп отыр. Қандай жоғары деңгейде өтіп жатқаны, әлемдік қауымдастықта қандай қызығушылық тудырып жатқаны. Бүгін мысалы біз түрік тарапымен өзіміз панельдік сессия ұйымдастырдық. Осы жалпы био әралуандылықты сақтау, азық-түлік қауіпсіздігін нығайту мәселелерін талқылауға арналған. Сол жерде мысалы болашақта өтетін мына 3 коп туралы әңгіме болды. Био алуандылықты сақтау копты, одан кейін мысалы шөлейттенуге қарсы конвенция коп, одан кейін климаттың өзгеруі коп. Міне сол жерде мысалы мамандар айтып жатыр, міне Қазақстан бұл енді біріне бірі байланысты мәселелер ғой. Сол 3 мәселе үшін 3 шара өтейін деп жатыр дейді. Ал Қазақстан болса соның бәрін біріктіріп, бір жерде бәрін талқылап жатыр дейді да. Бұл өте керемет бастама деп ойлаймыз. Өте мықты бастама деп ойлаймыз. Сондықтан да бұл жылы бастама ары қарай өзінің жалғасын табады деп сенеміз. Және біз азық-түлік қауіпсіздігі ислам ұйымы ретінде бұл бастаманы толық қолдаймыз. Содан кейін жаңа сіздің су ресурстарына қайта алып келсек, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының осы су мәселелерінің жаһандық деңгейдегі өзектігін айта отырып, Біріккен ұлттар ұйымының арнайы су жөніндегі халықаралық ұйымын құру бастамасын көтерген болатын. Біз өз тарапымыздан ұйым ретінде бұл бастаманы өте орынды, өте өзекті деп есептейміз, және оны қолдау бойынша және оның ары қарай ілгерілету бойынша да бірталай шаралар жоспарлап отырмыз. Мысалы, келесі айда Алматыда біз осыған арналған маман бір дөңгелек үстел өткізіп талқыламақпыз. Жалпы енді жаһандық жылыну деген бұл болашақтың сценарийі емес, бұл дәл қазіргі таңда адамзат бетпе-бет келген сын-қатерлердің бірі ғой. Жалпы енді мен келесі сұрағым, осы жаһандық жылыну ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін күрт төмендетіп жатыр. Құрғақшылыққа төзімді жаңа сорттарды енгізумен жалпы жергілікті экосистеманы сақтаудың маңызына тоқталсаңыз осы орайда. Дұрыс айтасыз, жаһандық жылыну ол болашақтың мәселе емес, бүгінгі сын-қатер. Оны жаңа мен өз сөзімде де сессияда айтып өттім. Сондықтан да біз бүгіннен бастап бұл бағытта жұмыс істеуіміз керек, ол сын-қатер қалай төтеп беру бағытында. Сонымен қатар сіз айтып отырған жаңағы дәнді дақылдар, басқалар, мысалы, солардың өнімділігіне тікелей әсер етіп жатыр. Мысалы, кейбір өңірлердегі табиғи дәнді болып табылатын дәнді дақылдар бүгінде сол жерде өспей қалып жатыр. Немесе, мысалы, олардың өнімділігі күрт кеміп жатыр. Бұл тікелей климаттың өзгеруінің себебі. Сонымен қатар кейбір тіпті өсімдіктер түрлері жоғалып кетіп жатыр. Біз ұйым ретінде біз не істеп жатырмыз? Бұл бағытта біздің қазіргі ең бір енді ұтымды бастамамыз деп ойлаймын. Ол Қазақстанда халықаралық генетикалық банк құру. Яғни өсімдіктердің, болашақта болған жануарлардың да генетикалық ресурстарын сақтау. Өйткені жаңағы биоалуандылықты сақтау үшін осындай бір оларды сақтайтын жер керек. Әрине, әлемде бар, онда өздеріңіз білесіздер, Норвегияда бар, Салгар, екінші мысалы Мароккода бар, бұрын Сирияда болған, қазір Мароккоға ауысқан, Айкарда. Сол ұйым бар, бірақ біздің мына өңірде әр мемлекет өзінше жеке ондай генетикалық банктарды құрып жатыр, ұлттық банктарды. Біздің мақсатымыз сол бағыттағы жаңағы күш-жігерді жұмылдыру, ынтымақтастықты дамыту, содан кейін Қазақстанда соны құру. Неге десеңіз, барлық елдерде, мысалы біздің ислам әлеміндегі елдердің барлығында ондай мүмкіндіктер жоқ. Олардың сондай банк құрып, оларды сақтауға, олардың қаржылай мүмкіндігі жоқ, немесе біліктілік жағынан мүмкіндіктері жоқ, немесе кейбір елдер мысалы жанжалға ұшырап, немесе әскери қақтығыстар басынан кешіріп жатыр. Сондықтан да біз соны өз жерде құрсақ па деген ойымыз бар. Қазақстан үкіметіне рахмет, олар оны қабылдауға келісім берді.
қазір енді біз қаржыландыру көздерін шешіп жатырмыз. Оның үстіне біздің Қазақстан ең бір тұрақты елдердің бірі болып есептеледі. Оның климаттық жағынан да өте қолайлы деп ойлаймыз. Өйткені мысалы Алматыда ол жаңағы генетикалық ресурстарды жаңартып отыру керек. Бұл жерге қолайлы климатты өсіріп тұруға болады. Екіншіден, бұл тек қана сол биоалуандылықты сақтауға бағытталмайды. Жаңа өзіңіз айтқандай, қалай біз жаңағы дәнді дақылдардың өнімділігін сақтаймыз, қалай олардың төзімділігін күшейтеміз. Сол уақытта ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін болады. Жаңа дәнді дақылдардың жаңа түрлерін шығаратын болады. Осы біздің өңірге бейімдеу арқылы немесе басқа өңірлерге бейімдеп сондай жаңа өнімдер шығаратын болады. Яғни жаһандық жылыну үдерісіне бейімделу үдерісі. Жаһандық жылыну үдерісіне жаңа бізге азық-түлік беретін дәнді дақылдарды бейімдеу. Басқа да жабайы өсімдіктерді сақтау о жерде. Бірақ негізгі мақсат жаңағы соларды бейімдеп, олардың төзімділігін арттыру. Берік мырза, уақытыңызды бөліп, арнамызға сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта азық-түлік жөніндегі ислам ұйымының бас директоры Берік Сақбайұлы қонақта болды. Бүгінге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.